Hello, сәлем. Бүгін біз келешекке арналған сабағымыздың екінші бөлімін бастаймыз. Бұл сабақта келешектің төрт түрінің әрқайсысына бірнеше мысалдар қарастырамыз. Future simple, жай келешек. Аты айтып тұрғандай, бұл келешек өте жай ғана жасалады. Auxiliary verb, көмекші етістік және мағыналы етістік. It will be New Year soon. Немесе қысқаша айтсақ, it will be New Year soon. Жақында жаңа жыл болады. The alarm will go off in 15 minutes. 15 минуттан кейін дабыл соғылады. Немесе 15 минуттан кейін дабыл қағылады. It will be warm tomorrow. Ертең күн жылы болады. Немесе it will be warm tomorrow. I will start a new job next week. Мен келесі аптада жаңа жұмысқа кірісемін, немесе жаңа жұмыс бастаймын. I will start a new job next week. The doorbell is ringing. I will go. The doorbell is ringing. I'll go. Есік қоңырауы соғылып жатыр, мен барамын. My plane will leave at 3:30. Менің ұшағым 3:30-да ұшады. My plane leaves at 3:30. Менің ұшағым сағат 3:30-да ұшады. Осы кесте бойынша болатын іс-әрекеттерді осылай екі жақта да айта беруге болады. Келер шақ болса да, міне осы шақты пайдаланып айтып отырмыз. Future continuous, келер шақта уақытша жалғасудағы іс-әрекет. Міне келер шақта белгілі бір уақытта аз ғана жалғасып тұрған іс-әрекет. This time tomorrow, I'll be lying on the beach. This time tomorrow, I'll be lying on the beach. Ертең осы уақытта мен жағалауда жатамын. Good luck with the exam. I will be thinking about you. Good luck with the exam. I will be thinking about you. Good luck with the exam деген емтиханға сәттілік. I'll be thinking about you. Мен сені ойлайтын боламын. Тілектес болып ойлайтын боламын деген сөз. Will you be staying in this evening? Will you be staying in this evening? Сіз осы кеште қаласыз ба? Are you going to stay in this evening? Сіз осы кеште қаласыз ба? Бұл екі сұрақ сөйлемнің мағынасы бірдей, екеуі де келер шақтың іс-әрекеті жайында сұрап тұр. Бірінші сұрақта жай ғана осы шақты future continuous'ты формасында сұрап тұр. Сыпайы, ол жерде сыпайы мағынада сұрап тұр. Білгісі еп, сіз осы бүгін кеште біздің үйде қонуға қаласыз ба? Are you going to stay in this evening? Деген бұл жерде шешіміңізді айтыңыз, не шештіңіз? Сондай шешім күтілуде. Are you going to stay in this evening? Бұл жайында біз тағы да тоқталып өтеміз келесі беттерде. Келесі сөйлем I am going to be working all day tomorrow, so I won't have time to shop. Мұнда да келер шақтың іс-әрекеттері екі түрлі жолмен жасалып тұр. Біріншіде to be going to, екіншісінде болымсыз түрі I will not дың. Міне I won't деген I'll not дың бір түрі. I am going to be working all day tomorrow. Future continuous, ертең күні бойы жалғасатын іс-әрекет. So I won't have time to shop. Менің уақытым болмайды дүкен аралауға. Future perfect. Міне, future perfect. Perfect деген шақтық форма. Ол алдымен болатын іс-әрекетті білеміз. Өткен шақта да, және осы шақта да өткенде ол солай деп түсіндірдік. Сол сияқты осы future perfect'те де ол болашақта болатын бір іс-әрекеттің немесе болашақтағы белгілі бір уақыттың алдында болатын іс-әрекет, ертерек болатын іс-әрекет. Мысалы, the builders will have finished the roof by Tuesday.
The builders will have finished the roof by Tuesday. Құрылысшылар сейсенбіге дейін, by Tuesday, сейсенбіге дейін шатырды бітіреді. Келесі мысал. Let's meet at 5 p.m. I will have completed the report by then. Let's meet at 5 p.m. Сағат кешкі 5-те кездесейік. I will have completed the report by then. Мен сол уақытқа дейін есепті бітіріп қоям. Есеп баяндаманы бітіріп қоям. Then деген содан кейін дегенді білдіреді. By then десек ол соған дейін. Келесі мысалымыз. She will have reached the intermediate level of English in 2 years. She will have reached the intermediate level of English in 2 years. Деген ол 2 жылдың ішінде ағылшын тілін орташа деңгейде меңгеріп алады. Will have reached. Меңгеріп алады. 2 жылдың ішінде. In 2 years. Немесе advanced level десек, ол жоғары деңгейде. She will have reached the advanced level of English in 2 years. Ол 2 жылдан кейін, 2 жылдың ішінде ағылшын тілін жоғары деңгейде меңгеріп алуы мүмкін. Future perfect continuous. Бұл тағы да сол perfect, ертелік болатын іс-әрекет. Болашақтағы бір уақыттың алдында. Бірақ айырмашылығы future perfect'тен айырмашылығы continuous деп тұрмыз. Біраз уақыт жалғасатын іс-әрекет. I will have been teaching for 20 years this summer. I will have been teaching for 20 years this summer. Осы жазда мен ұстаздық етіп келе жатқаныма 20 жыл болады. Сонымен келесі осы жазда белгілі бір уақыт соның алдында болып жалғасқан іс-әрекет. When they arrive, they will have been traveling for 20 hours. Олар келер алдын 20 сағат бойы жол жүріп келген. When they arrive, they will have been traveling for 20 hours. Осы сөйлемді біз орнына ауыстырып та айтуымызға болады. Мына бағыныңқы бөлігін adverbial clause of time деген соны соңынан айтып. They'll have been traveling for 20 hours when they arrive деп. They will have been living in Almaty for 10 years next month. Келесі айда олардың Алматыда тұрып жатқанына 10 жыл болады. They'll have been living in Almaty for 10 years next month. Future events expressed in different forms. Келер шақтағы іс-әрекеттердің әртүрлі айтылуы. Келер шақтағы кей кезде іс-әрекеттер әртүрлі жолмен айтылады. Мысалы, мұнда I will see my friend tomorrow. Future simple. I'm seeing my friend tomorrow. Present continuous қолданылып айтып тұр. To be going to, I'm going to see my friend tomorrow. Осы сөйлемдердің әрқайсының айырмашылығы нендей бір сипат беретін міне оң жақта қысқаша түсіндіріліп айтылды. Іс-әрекет жоспарланған болуы мүмкін. Міне future simple present continuous қолдансақ, ол іс-әрекет келісілген болуы мүмкін. Ал үшінші жағдайда to be going to деп пайдаланып айтқанда іс-әрекет жасауға ниет бар деген сөз. Осындай сөйлемдерге біз тағы тоқталып өтеміз келесі беттерде. To be going to бір нәрсе жасауға ниеттену. Әдетте міне жоспарланған әрекеттер үшін қолданылады. Бейресми стильде, ауызекі, күнделікті әңгімеде. Жоспарланған іс-әрекеттерге мысал, we are going to get a new car soon. Біз жақында жаңа көлік аламыз. Тағы бір мысал, when are you going to get your haircut? Сіз шашыңызды қашан қидырасыз? Тағы да болғалы тұрған іс-әрекетті білдіреді. Things that are on the way. Мысалы, менің әпкемнің аяғы ауыр. Ол болғалы іс-әрекет. Болғалы тұрған іс-әрекет, әпкем балалы болады. My sister is going to have another baby in June. Менің әпкем маусым айында тағы бір сәбилі болады. Және бір мысал, look at the sky.
It's going to rain. Аспанға қарашы, жаңбыр жауайын деп тұр. Аспанда қара бұлттар төніп тұр. Сол болғалы екені белгілі, жаңбыр жауайын деп тұрғаны, сондықтан it is going to rain деп айтамыз. It's going to rain. Бұйыру, қарсылық білдіретін сөйлемдерде қолданылады, және commands, refusal. You are not going to play football in my garden. Сендер менің бақшамда футбол ойнамайсыңдар. He is going to take that medicine whether he likes it or not. Ол дәріні қаласа да, қаламаса да ішеді. Американдықтар осы сөз тіркесін gonna деп айтады. Gonna, міне, we are gonna get a new car soon. Британдықтар we are going to get a new car soon деп айтады. Осылай gonna деп американдықтар айтады. Going to деп меніңше австралиялықтар да сөйтіп айтады. Американдықтардан басқалар. Simple present for future. Немесе present simple for future. Осы шақтың түрінің келер шақтағы әрекеттерді айтуға қолданылуы. Ондай әрекеттер кестеленген уақыт кестесі бойынша жүретін болатын әрекеттер. What time does the train arrive in Almaty? Пойыз Алматыға сағат нешеде келеді? Және де бір мысал, winter holidays at school start on the 31st of December. Мектептердегі қысқы демалыс 31 желтоқсанда басталады. Кейбір нұсқалар ауызекі сөйлемдерде олда мұндай мысалдар. Well, what do I do now? Ал енді не істеймін? So when you arrive, you go straight to metro station. Сонымен сіз келген кезде, Алматыға келген кезде, мысалы, тікелей метро станциясына барыңыз. Және де сөйлемдердегі, бағаныңғы сөйлемдердегі. Мысалы, күрделі сөйлемдердің ішінде бір бөлігіне бағаныңғы болады. Сондай сөйлемдердегі бағаныңғы бөлімдегі етістіктер осы шақта қолданылады. Келер шақтың әрекетін білдірсе де. Мысалы, I'll tell you what I find out. I'll tell you, мен саған айтамын не білгенімді. Не білгенімді деген сол бағаныңғы сөйлем. My friend will see us if he has time. My friend will see us if he has time. Досым уақыты болса, бізді көруге келеді. Міне, бұл досым уақыты болуы да келер шақта, бірақ осы шақпенен айтылып тұр, ол өйткені күрделі сөйлемнің бағаныңғы бөлімінде. Және де жоғары деңгейдегі ресми шаралар туралы айтылатын болса, келер шақта the president will meet the princess in the palace. Осындай жағдайларда will айтылады. Is going, немесе are going деген сияқты түрлері қолданылмайды. The president will meet the princess in the palace деп айтады. Президент ханшайымды сарайда қарсы алады. The managing director will hold a meeting at 14. Басқарушы директор сағат 2-де жиналыс өткізеді. The prime minister will attend the ceremony. Салтанатты шараға премьер-министр қатысады. Осындай жоғары деңгейдегі ресми әңгімелерді айтқанда осылай келер шақта will айтады. Және shall деген көмекші етістік көбінесе міндеттемені білдіреді. Ол келер шақ болмаса да жалпы міндеттемені білдіреді. Көбінесе ол заңға байланысты документтер, құжаттарда. Мысалы, employees shall provide a medical certificate for sick leave. Мысалы, келісім шарттар, қызметкер менен қызмет берушінің арасында келісім шарттар да осылай жазылады. Employees shall provide a medical certificate for sick leave. Қызметкерлер еңбекке жарамсыздық туралы медициналық анықтама береді. Employers shall provide a standard working conditions for employees. Ал жұмыс берушілер қызметкерлер үшін стандартқа сай еңбек жағдайын қамтамасыз етеді. Employees деген қызметкерлер, employers ол жұмыс берушілер, компаниялар, мекемелер. Мұнда алдыңғы сабақта аудару үшін берген жаттығулардың жауаптары.
сол жаттығу бергендегідей сөйлемдердің тәртібі тура сондай емес. Өздерің қайсы сөйлем екенін өздерің тауып ал. Бірақ әрбір сөйлемнің жауабы осында. Бүгінгі сабағымыз осымен тамам болар алдында мен мына жаттығуды беремін. Бұл жаттығуда бүгінгі өткен сабақ бойынша етістіктер дұрыс қолданылмаған, сол дұрыс қолданылмаған етістіктерді дұрыстаймыз. Жауабы келесі сабақтардың бірінде болады. Әзірше сау болыңдар.